Саламатсыздар, оқу телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда білім саласының қаңтар айындағы басты жаңалықтары. Студияда Айгүл Бексұлтанова. 5-6 қаңтар күндері дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11 облыстық қазақ мектеп-интернат кешені базасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өтіп, 7 қаңтар күні Хадиша Бөкеева атындағы қазақ драма театрында өткен салтанатты марапаттау жиынында қорытындыланды. Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңіне 433 оқушы қатысып, білім бәйгесінде бақтарын сынады. 14 пән бойынша 162 жеңімпаз жүлдегер танылды. Жеңімпаз жүлдегерлердің 61-і алдағы наурыз айында Қарағанды, Талдықорған қалаларында өтетін республикалық кезеңге жолдама алды. Сондай-ақ математика, физика, информатика және химия пәндері бойынша жүлдегер атанған 11 сыныпта оқитын 12 батыс қазақстандық оқушы Алматы қаласындағы Қазақстан-Британ техникалық университетінің 150-30% және осы пәндер бойынша жеңімпаз атанған 6 оқушы Астана халықаралық университетінің 100% грант сертификаттарына ие болды. Білім бәсекесінің қорытындысы бойынша командалық ұпай санымен Білім инновация лицейі 1 орын, Орал қаласы мектептерінің командасы 2 орын, номер 11 Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат кешені 3 орынды алды. Үздік нәтиже көрсеткен Сырым ауданының командасы арнайы алғыс хатпен марапатталды. 8-10 қаңтар аралығында Орал қаласының номер 47 жалпы орта білім беретін мектебінің базасында білім беру ұйымдары басшыларының басшылық пен басқарушылық құзыреттілігін, көшбасшылық қабілетін жетілдіру, тәжірибе алмасу мақсатында облыстың мектеп басшыларына арналған мектеп менеджменті, тиімді басқару мен сапалы білім беру тақырыбында оқыту семинары өтті. Семинар барысында Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңы, білім беру саласындағы нормативті құқықтық актілердің өзгеруі, мектепті дамыту жоспарын құру, барлық түрдегі білім беру ұйымдары үшін санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі, рухани, моральдық және азаматтық патриоттық тәрбиелеу кешеніндегі мектептегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы деректерді қалыптастыру, білім берудің жаңартылған мазмұнында білім беру ұйымдары басшыларының рөлін күшейту және тәрбие жұмысының өзекті мәселелері, соның ішінде жасөспірімдер арасында суицидтік мінез-құлықтың алдын алу мәселелері мен инклюзивті білім беруді ұйымдастыру тақырыптары қаралды. 9 қаңтар күні Орал қаласындағы Хиуаз Доспанова атындағы номер 30 жалпы орта білім беретін мектеп базасында бастауыш мектеп меңгерушілерінің кәсіби шеберлігін шыңдауға, жаңартылған білім беру мазмұнындағы сабақ сапасын арттыруға бағытталған шеберлік сыныптар мен ашық сабақтар өтті. 10 қаңтар күні Назарбаев зияткерлік мектебі базасында жалпы орта білім беретін мектеп басшыларына арналған тәжірибе алаңы кәсіби өсу кепілі тақырыбында іс-шаралар ұйымдастырылды. Сонымен қатар Орал қаласының номер 1, 3, 19, 43 жалпы орта білім беретін мектептерінде ашық сабақтар өтті. Негізгі мектептердің басшылары іс тәжірибелермен бөлісті. 15 қаңтарда Бөрлі ауданында білім саласы мәселелер тақырыбында облыстық кеңес өтті. Кеңес отырысына облыс әкімінің орынбасары Серік Рахметоллаұлы Егізбаев, білім басқармасының басшысы Айымгүл Мақсотқызы Тұржанова, аудан қала әкімінің орынбасарлары, аудан қала білім бөлімдері басшылары, сәулет және құрылыс бөлімдерінің қызметкерлері қатысты. Кеңеске қатысушылар
Бөрлі ауданы білім мекемелерінің жұмысымен танысып, білім саласы мәселелеріне арналған кеңес отырысында болды. Кеңес жұмысы барысында облыстың білім саласының жай-күйі, Бөрлі ауданы білім беру саласы және Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, педагог мәртебесі туралы заңы таныстырылды. 27-28 қаңтар күндері номер 34 мектеп гимназиясы базасында қалалық білім беру бөлімі әдістемелік кабинетінің әдіскерлері, жалпы білім беретін мектептердің оқу ісі жөніндегі орынбасарлары және 9 сыныпқа сабақ беретін пән мұғалімдеріне қорытынды аттестаттау бойынша оқыту семинары өтті. Семинардың мақсаты 9 сыныптарға өткізілетін аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларымен таныстыру, оқу пәндері бойынша ерекшеліктерін жеткізу. Орта техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы номері 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қарашадағы номері 509 бұйрығына сәйкес 9 сыныптарда білім алушылар үшін қорытынды аттестаттау бойынша түсінік жұмыстарын жүргізу туралы облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Светлана Темірғалиева түсіндіріп өтті. Сонымен қатар, Астана қаласында ұйымдастырылған қорытынды аттестаттау бойынша курсқа қатысқан мұғалім тренерлар әр пән бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.